Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен өте оңай әрі пайдалы болып шығатын витаминный салат жасайтын боламыз. 3 ингредиенттен тұрады. Міндетті түрде видео соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен піскен қызылшамызды аламыз. Бізге шамамен 500 грамдай керек болады. Соны үккіштің үлкен бөлігіне өткізіп шығамыз. Достар, менің каналымда апта сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Өткізіп алмас үшін астында подписаться кнопкасын басып, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Міне біздің қызылшамыз дайын. Енді грек жаңғағын алып, ұсақтап турап шығамын. Бізге шамамен 100 грамдай грек жаңғағы керек болады. Міне біздің жаңғағымыз дайын болды. Енді салатымызды жасауға көшетін боламыз. Қызылшаның үстіне шамамен 100 грамдай мейіз қосамыз. Және де ұсақтап туралған жаңғағымызды қосамыз. Салат шын мәнінде өте керемет болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнайды. Енді үстіне майонез қосып араластырамыз. Майонездің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Жақсылап тұрып араластырамыз. Міне мен бәрін біркелкі етіп араластырып алдым. Енді тарелкамызға саламыз. Және қалауларыңыз бойынша әсемдеп шықсаңыздар болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Және де өте пайдалы әрі оңай салаттардың бірі. Астарыңыз дәмді болсын достар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Назарланса көп рахмет. Келесі кездескенше.